Індеттің етек жаюына байланысты базарлар мен қоғамдық көліктердің жұмысын тежеу ешқандай да нәтиже келмейді. Індетпен күресу үшін басқа да жол табу қажет. Біздегі жүргізіліп жатқан дезинфекция жұмыстары да көңіл көншітпейді. Сондықтан вирус шегінер емес, тек ақша ғана жерге шашылуда. 10 литр дәрі шашқышты ұстап алып, көзге тамған тамшыдай себелеп жүру еріксіз езу тартқызады. Әйтпесе оған аз қаржы бөлінген жоқ. Коронавирус тараған 6 айда халықтың санасы үрейге үйреніп, бойына сіңіп кетті. Ол заңдылық. Себебі адамды зомби қылыпта, құл қылыпта жіберу оңай. Сол себепті халықты енді үйден шығармай ұстап отыру өте қиын. Биліктің халыққа өкпелейтін орны да жоқ. Себебі еліміздің бас санитарының өзі вирусты қуана күтіп алып, халықтың індетке деген сенімін төмендетіп алды. Болжау деген денесі қызып, оқшауға жатқызылған адамнан 11-16 наурызда табылу керек еді. Ұшақта келе жатқан адамнан 11 күні жарқ етіп вирус табыла қалған соң, халық қалай күлкі қылмай күмәнданбасын. Енді келіп бастапқыда сенбеген халықты кінәлаймыз. Халықты емес, Бекшинді айыптау керек. Коронавирусты халық сенетіндей жеткізбеген. Талғат Жанспаевтың Фейсбуктағы парақшасынан алынған ақпарат. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.